Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда мынадай молочная девочка сүтті қыз тортын дайындаймыз. Қажетті ингредиенттерін описанияға жазып кетемін. Ал кеттік. Бірінші корждарын дайындаймыз. Оған бізге жұмсақ май қажет болады. 2 тұқым жарып саламыз. Сгущенка бізге 1,5 банка. Жақсы сапалы қою сгущенка керек болады. Миксермен араластырып аламыз. Үстіне ұнымызға қопсытқыш қосып, електен өткізіп аламыз. Ұнымызды араластыру үшін миксерді бірінші қоспай араластырып аламыз. Одан кейін бірінші скоростьта қосып, жай ғана скоростьта қосып араластырып аламыз. Консистенциясы мынандай қою қаймақ тәріздес. Қамырымыз дайын. Бізде 6 коржық болады, сондықтан бізге 6 пергамент қағазы қажет болады. Пергамент қағазын қандай алсаңыз да өз еркіңіз. Мен ең арзанын алдым. Ештеңесі жабысып қалмайды, барлығы жақсы болып піседі. Әр пергамент қағаздарын мынандай формаменен белгілеп дөңгелетіп аламыз. Сосын сол дөңгелекке қамырымызды құямыз. Міне дайын пергамент қағаздарына 2-3 қасықтан тестімізді, қамырымызды саламыз. Жақсылап жағып, тегістеп аламыз. Қамырымыздың бәрін жағып болғаннан соң 180 градус пешімізде 5-6 минут пісіріп аламыз. Қамырымызды жұқа жаққан соң өте тез піседі. Әр коржығымызды осылай етіп тез-тез пісіріп дайындап аламыз. Мінекей піскен коржықтарымыз дайын. Әр коржығымызды пергамент қағазынан бөліп алып аламыз. Өте тез алынады, ештеңесі жабыспайды. Коржықтарымыз өте нәзік, сондықтан бірінің үстіне бірін салуға болмайды. Енді тортымыз әдемі тегіс болып шығу үшін мынандай кольцоның көмегімен примерно 24 сантиметр алып, мынандай етіп тегістеп жандарын қиып аламыз. Коржықтар дайын, енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм сахарный пудра керек. Соны өлшеп аламыз. Творожный сыр және 33% сливки қажет. Бірінші сливкиді шұңғыл ыдысымызға құйып, аздап миксерлеп аламыз. Одан соң сахарный пудраны електен өткізіп, оны да миксерлеп араластырып аламыз. Енді творожный сыр салып, тағы да миксермен араластырамыз. Қою тәтті креміміз дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Кольцоға салып, ішіне бірінші коржығымызды салып, үстіне крем жағып, келесі коржық, тағы да крем, сөйтіп барлығын
біркелкі қылып жинап аламыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін тоңазытқышқа бір 30-35 минутқа қоя тұрамыз. Жарты сағаттан кейін тортымызды тоңазытқыштан алып, кольцодан босатамыз. Мінекей основной тортымыз дайын. Енді үстіндегі әдемілік декорын жасау керек болады. Енді оформлениесін әр адам әртүрлі істеуге өзінің қалауы әрине. Бірінші үстердің жандарын тегістеп аламыз. Мен шоколад құйдым. Шетіне шоколад құйып, үстіне қалған кремнан розочка жасадым. Және посыпка септім. Енді сіз өз қалауыңызбен істеуіңізге болады. Ягода болса, ягода салып, мысалға клубника деген сияқты, ежевика салып әдемілеуге болады. Немесе әдемі жазу жазуға болады. Өз еркіңіз. Менің каналыма алғаш келген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген жақсы рецепттер бар. Содан құр қалмау үшін колокольчик басып кетіңіз. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Тортымыздың коржықтары жақсы піскен, кремі мол, биік, әдемі болып шықты. Сізде осы рецептпен пісіріп көріңіз. Мінекей менің балам жегісі келіп асыға отыр. Торт өте дәмді. Сізге де ұнайды деп сенемін. Сіздермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Шайларың тәтті болсын.